Ассалаумалейкум достар, қалдырыңыз қалай? Мен сол Қазақ Автоэлектрик, есім Жұлдызбек, Ақтау қаласы. Мен сіздерге пайдасы тиетін, әрдайым менің сізге пайдам тиетіндей видео түсіруден шаршамайын. Сіздер лайкавайт ет, кайфавайт ет, комменттерін толтыра беріңіздер. Бұл GVC простой сигнализация, пик-қиқ дегені бар. Есігін аяғын тепсең, сигнализация ойнайтын. Обычно ашып жапқыш сигнализация. Осыны бірнеше адам сұрады, қалай жалғанады, соны көрсет деп. Достар, енді әрқарата қарап отырыңыздар, мен сіздерге көрсететін болам, қалай қай провод қайда баратын. Сіздер лайкавайт етіп, біз қазақты қолдап отырыңыздар. Кеттік ал. Достар, мінекей, мысал үшін сіздерге көрсетеге дейін. Мынау қара. Бұл қара минуске барады. Бұдан кейін қоңыр. Мынау қайсысына болса да поворотниктің проводасыны жалғайсыздар. Мынау звуковой сигнал капоттың астына өзінің арнайы колонкасына баратын болады. Мынау постоянный плюске жалғайсыздар. Мынау жаңағы, мынау екі қоңыр, екі жақтың поворотный проводына кетеді. Мына жасыл багажға кетеді, багаждың кнопкасы. Кнопкада багаждың сигнализацияның пультімен багажды ашасын. Мынау замокты ашқан кездегі ток келетін, бұл айтқанда 15 дейміз біздер. Соған жалдайсыз, замокты ашқан кезде ток келетінге. Бұл есіктің кнопкасына барады. Мына кнопкаге. Мынау сигнализацияның өзінің диодовый лампочкасы, чтобы кілттеп тұрған кезде маргайттап тұратын. Бұны жоғарға осылай қойдық, коробкасы жоқ екен, сондықтан осылай қойдық. Ендіге достар, жалпы мына Priora автокөлігі. Бұның основной жалғанатын проводтары міне нарада. Енді әркімге әрқалай жалғайды. Мынау мысал үшін міне жаңа екі қоңыр жалғайсыздар, біреуін. Екіншісі міне тоже екі қоңырдың біреуін жалғайсыздар. Мынау екеуі поворотниктің проводтары достар. Сосын нарада міне мына кнопканың проводасы осыған жаңа мына көкті әкеліп жалғайсыздар. Енді мынада қызыл. Бұларда мені постоянный плюске жалғанды. Мынау ақ. Жаңа замокты ашқан кезде осыған проводтыққа ток келеткен. Осыған жалғадық. Одан кейінгісі қара. Енді өздеріңіз білесіздер, кез келген жерден кузовтен ала бересіздер массаны. Міне бұл жақтан алдық біздер. Енді достар, мінекей. Бұл Priora'ға кішкене сәл центр замогы ауырлау жалғанады. Қиындау бұл айтқанда. Ол үшін есіктің обшивкасын ашу керек болады. Бұларда бір қоңыр провод бар. Бұлай айтқанда блок управление кнопкадан есіктің центральный замогына баратын, моторшығына. Бұлай айтқанда присуска моторшық дейді, әркім әртүрлі айтады. Соны ортасынан қиясыздар. Сосын екі қоңыр провод жібердім, ол разница жоқ. Қоңыр жалғайсыз ба просто. Бұларда бір қоңыр проводты ортасынан қиып, осыған жіберіп, мынаған жалғайсыздар. Оны енді мен соңында схемасын қалдырып кететін болам. Әрине достар, пайдам тиіп кетіп жатса, лайктарыңызды аямаңыздар, таратуды. Мінекей достар, просто сигнализация кілтенді, ашылды. Мына багаждың кнопкасы астында басып тұрасыздар. Тық деп ашылды, сіздерге естілмеуі мүмкін. Қазақты қолдамаса кім қолдайды? Қазақты қазақ қолдамаса. Әрдайым сіздердің көліктеріңіз сіздерді далада қалдырмасын. Есім Жұлдызбек, Ақтау қаласы. Сау болыңыздар.